Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қалиолданова Айнұр Сағатай қызы. Біз бүгін 9 сыныптың қазақ тілі сабағын бастаймыз. Яғни 9 бөлім табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Ал бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын балалар, мен сендердің назарларыңа бірнеше суреттер ұсынып отырмын. Мұқият зер сала қарай отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап көрейік. Бұл суреттер нені білдіретіндігін, бұл суреттер арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болатындығын бір сәт ой елегінен өткізіп көрейік. Өте жақсы. Біздің бүгінгі сабағымыз балалар Қазақстан жеріндегі табиғат ресурстары туралы болмақ. Олай болса, сабағымыздың оқу мақсаты тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу. Осы оқу мақсатынан туындайтын бағалау критерийлері мәтіндегі ақпаратты анықтайды, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді және өмірлік мәселелерді анықтайды. Олай болса, балалар, сендердің назарларыңа мына бейнебаянды ұсынамын. Менделеев кестесіндегі элементтердің дерлігі аяғымыздың астында жатыр деп даурығамыз. Бірақ осынау кең даладағы ең байлықты барлап, игеруге келгенде ебіміз жоқ. Бүгін Астанада қазақ геологтары бас қосты. Олар индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешевпен бірге пайдалы қазбаларды қазақтың жерінде зерттеп, кәдесіне жарату жайын талқылады. Жалпы қазір Қазақстанда 5545 кен орны бар. Соның 2236 кен орнында қатты пайдалы қазбалар өндіріледі. Қазақстандағы алтынның қоры 695 тонна, мыс пен цинктің қоры 40 мың тонна, көмір 170 миллион тонна, темірдің қоры 122 миллион тоннаға бағаланып отыр. Өткен 2 жылдың ішінде салаға салынған инвестицияның көлемі 2 триллион 966 миллиард теңге. 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламаға бөлінген ақшаның дені Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасын орындауға жұмсалған. Биыл 341 ауылды жерасты су қорымен қамту көзделіп отыр. Кадрларды дайындау, инвесторларды тарту, геологиялық кәсіби зертханалар салу секілді өзге де өзекті мәселелер осы жиында кеңінен талқыланды. Олай болса, балалар, тыңдаған материал бойынша сендердің назарларыңа тыңдалым картасын ұсынамын. Яғни берілген кестелерді мұқият толтыруларың қажет. Тыңдаған мәтіндегі 3 маңызды ақпаратты, естеріңде қалған 10 сөзді және өздеріңді қызықтырған ақпаратты және тақырып бойынша өз көзқарастарыңды жаза білулерің қажет. Тыңдалым картасы тапсырмасының дескрипторын назарларыңа ұсынып отырмын. Тапсырманы дәптерге мұқият орындаймыз. Олай болса, балалар, келесі кезекте сұрақтар алаңына көз жүгіртейік. Бірінші сұрақ. Табиғи ресурстарға нелер жатады? Келесі. Табиғи ресурстардың адам өміріндегі маңызы қандай? Және біз табиғи ресурстарды дұрыс пайдалана аламыз ба? Осы сұрақтарға жауап бере алсаңдар, өздеріңе белгі соғып қойсаңдар болады. Ал балалар, бұл сұрақтарды мен сендерге не үшін ұсынды деп ойлайсыңдар? Біздің бүгінгі оқу мақсатымызға сай, тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселемен байланыстыра білу еді. Осы орайда, балалар, мен сендердің назарларыңа тағы да бірнеше ақпаратты ұсынуды жөн көрдім. Қазақ жерінен қара алтынның өндіріле бастағанына 120 жылдан астам уақыт өткен екен. Алғаш мұнар қайнары 1899 жылы 13 қарашада атқылады. Қазіргі таңда еліміздің біраз аумағында 168 мұнай мен мұнай газ кен орындары жұмыс жасайды.
Атап айтсақ, бұл еліміздің Атырау, Ақтау, Батыс Қазақстан облыстарының аймағында орналасқан. Аталған кен орындарынан жылына 28-30 миллион тонна мұнай мен миллиардтаған текше газ өндірілуде. Осы байлығымен Қазақстанның аты әлемге әйгілі болғаны белгілі. Бүгінгі ғылыми болжамдар бойынша Қазақстандағы кен орындарынан жылына 60-70 миллион тонна мұнай өндіруге болатындығы көрсетіліп отыр. Келесі кезекте балалар, табиғи ресурстардың ішіндегі ең қажеттісі су ресурсы екендігі белгілі. Әрине, сусыз тіршілік жоқ. Су ресурстары қаншалықты көп болса да, су экологиясы қазіргі кезде шарықтап тұрғандығы белгілі. Бұл мәселе адамзат қауымын әрине алаңдатып отыр. Әрине, бұл мәселе біздің қазақ еліне де тән. Су алабының ластануының негізгі себебі балалар тазартылмаған суларды өзен көлдерге жіберу. Ауыз су тапшылығы әлемдік мәселе дейміз. Бірақ біз осы жолда суды ластанудан қорғай білуіміз қажет. Дана бабаларымыз осы орайда бізге өмірлік ұстаным ретінде судың да сұрауы бар деп ескертіп кеткендігі белгілі. Енді мына суреттерге мұқият зер салып қараңдар. Жердің табиғи ресурстары өте мол, бірақ соның ішінде балалар ауыз су мәселесінің тапшылығы. Әр адам басына шаққандағы су қорының көлемі қазіргі таңда жылдан жылға азайып бара жатқандығы, яғни 60%-ға кемігендігі туралы мәлімет берілген екен. Ал Арал теңізі 60 жыл бұрын 4-ші орында тұрғандығы туралы мәлімет берілген. Келесі кезекте балалар, бүгінгі оқу мақсатына сай тыңдалым мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселемен байланыстыра жазу үшін сендерге POPS формуласы әдісін ұсынамын, яғни 4 сөйлем әдісі. Бұнда бүгінгі тыңдалған ақпараттар бойынша бірінші сөйлем менің ойымша деп нақты өмірлік мәселені анықтап жазасыңдар. Екінші сөйлемде себебі деп оны түсіндіресіңдер. Үшінші сөйлем оны нақты деректермен, мысалдармен дәлелдеп көрсетесіңдер. Соңғы төртінші сөйлемде осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім деп өз көзқарастарыңды қорытындылайсыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша өз-өзімізді бағалап көрейікші. Мен сендерге 3 шапалақ әдісін ұсынып отырмын. Егер сабақты мұқият тыңдадым десеңдер, 1 шапалақ. Бізде бүгін тыңдалым оқу мақсаты болған. Келесі кезекте сұрақтарға жауап бере алдым десеңдер, 2 шапалақ. Тапсырмаларды орындай алдым десеңдер, 3 шапалақ соғып қойсаңдар болады. Олай болса балалар, бүгінгі үй тапсырмасын жазып алайық. Оқулықтағы 4-ші тапсырма. Мәтінді мұқият оқы. Қолыңа карта алып, Қазақстанның кен орындарын белгіле. Мәтін бойынша сөйлемдер жаз. Яғни құрмалас сөйлемдердің тыныс белгілерін, даралаушы, ерекшелеуші, ойдың ара жігін ажырататын тыныс белгілерді ережеге сай дұрыс қолданып жазуларын қажет. Сабақ соңында балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланысты таразы әдісімен алуды жөн көрдім. Мен үшін таныс емес, немесе жеңіл ақпарат деп нені айтар едіңдер? Сондай-ақ, мен үшін ең маңызды және күрделі болған ақпарат деп нені айтар едіңдер? Осы бойынша балалар кері байланыс берулеріңді сұраймын. Яғни біз бүгінгі сабақта оқу мақсатына сай тікелей тапсырмаларды орындадық. Тыңдалған материалдар бойынша өмірлік мәселелерді анықтай білдік. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын балалар. Олай болса, зейін қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.